әрбір теңсіздіктің шешімдерін тауып, олардың шешімдерін қиысу бөлігін алуымыз керек. Енді бірінші теңсіздік квадрат теңсіздігі екен, интервалдар тәсілімен шешейік. Интервалдар тәсілімен шешу үшін оны көбейткіштерге жіктейміз. 39х минус 6-ны көбейткіштерге жіктеу үшін түбірлерін табайық. 39-ның квадраты минус 4 көбейтілген 21 көбейтілген минус 6 тең болады. 39-ның квадраты 39 көбейтсек 1521 мына минус 5 плюс болып кетеді. 504 сонда 2025 болады ескерілмеді. 45-ның квадраты 45-ның квадраты енді сонда бір жерде x бір x-ні табыламыз. x1 x2 түрлерін минус 39 плюс минус 45 бөлімінде 21 көбейтілген 2 42 болады. Бөлімінде 42 алында минус 39 плюс минус 45 плюсын қойғанда мына жерде плюс табған кезде үлкенінен кішісі азайтылады да 6 болады. 6 бөлімден 42 қысқартсақ 6-ға 71. Енді минусын қойған кезде таңбасы минус болады, 2-ге қосылады. 84 бөлінген 42. 84 бөлінген 42 таңбасы минус. Сонда минус 2-ге тең. Көбейткіштерге жіктейміз сонда. 20 алдында қалады да x плюс 2 x минус 2-ден 1 көбейткіштерге жіктелді. Енді интервалдар тәсілімен біздің шығарады. Минус 2-ні қоямыз. Минус 2-ні өзі тиісті емес. 7-ден 1 аламыз. 7-ден 1-дің болда тиісті емес. X-дің алдында плюс болғандықтан плюс, минус, плюс. Бізге нөлден кіші аралығы керек. Демек, минус 2 мен 7-ден 1-дің аралығын бояймыз. Бірінші теңсіздіктің шешімі, екінші теңсіздіктің шешімінің төменіне нөлден үлкен, нөл тиісті емес. Нөлден үлкен. Енді қиысымен қарау үшін тұтатсамыз, 2 жағынан айырылған 0 мен 7-ден 1-дің аралығы. Сонда жауабы 0 мен 7-ден 1-дің аралығы болады.